Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен заварной крем мен шоколадты пирог пісіретін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойдыңыздар. Бізге керекті өнімнің барлығын описанияға жазып қоямын. Ең алдымен бір ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап ағарғанша, қанты ергенше араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Барлық өнімді бір-бірден қосып араластырып отырамыз. Балымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл солай қаймағымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Өнімдерімізді де бір-біріне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды, шым-шым тұзымызды, разрыхлителімізді, какаомызды барлығын бір араластырып алып, осы ұнды енді массамызға аз-аздан бөліп отырып қосамыз. Қамырымыз дайын болған соң, алдын ала қызып тұрған 160-170 градус пеште 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Пісіп шыққаннан соң ағаш таяқшамен барлық жерін тесіп, пропитка құятын боламыз. Пропиткамен де сүтке қантты қосып, жақсылап қайнатып алдым. Соны ыстық қоржарға құйып аламыз. Сосын заварной крем дайындайтын боламыз. Заварной кремге бір жұмыртқаны, 100 грамм қантты және 3 ас қасық кукурузный крахмалды қоссаңыздар болады, немесе 3 ас қасық ұнмен ауыстырсаңыздар да болады. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сүтімізді аз-аздан қоса отыра, барлық сүтті қосып, отқа қоямыз. Отта қайнатып, жақсылап қоюланғанша қайнатып аламыз. Мінекей бізде осындай массадағы қою крем шығады. Соны көздің бетіне салып, жақсылап бір тегіс етіп шайып, суытып қоямыз. Содан соң бетіне шоколадты ганаш құйсаңыздар болады. Шоколадты ганашқа сары май мен шоколадты ертіп алдым. Біздің өте дәмді креміміз дайын. Холодильникке 1-2 сағатта қойып, содан соң кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сізбен болған Анаргүл. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.